Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етін осылай духовкада көкөністермен пісіретін боламыз. Көп уақытыңызды алмайды, бастысы барлығын турап сала салсаңыз болғаны. Ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін тауық аяқтарын үлкенде ыдысымызға орналастырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Және кішкене қарабұрыштан да қосамыз. Сарымсақты осылай үткіштен өткізіп алып саламыз. Және 2 ас қасық томат пастасын немесе кетчуп қоссаңыз болады. 2 ас қасық майонезді қосамыз. Сонымен қатар сұйық майымызды 3 ас қасықтай қосамыз. Және 2 шай қасықтай соя соусынан саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Айтпақшы, каналға тіркелмеген көрермен болсаңыз, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Мінекей тауық етімізді барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді бетін пищевой пленкамен жауып 30 минут уақытқа осы маринадқа тауығымызды қалдырамыз. Келесі кезекте біз оған дейін көкөністерімізді турап дайындаймыз. Бұл жерде 1 килограмм картоп, 1 сәбіз және 1 пияз қосатын боламыз. Енді барлығын турап шығамыз. Картопты дәл видеода көріп тұрғандарыңызда 4-ке немесе қатты ірі болып бара жатса 6-ға бөлсеңіз болады. Барлығын бір үлкен ыдысымызға салып аламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды кәдімгі күнделікті тамаққа турағандай осылай жартылай сақиналап турап шықсаңыз болады. Пиязымызды жаңағы көкөністеріміздің жанына саламыз. Енді сәбізімізді кішкене жіңішкелеп жұқалап турап шығамыз. Турап алған соң сәбізімізді де бағанағы көкөністеріміздің жанына салып аламыз. Келесі кезекте дәмдеуіштерді қосамыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 2 шай қасықтай тұз қостым. Және кішкене қарабұрыштан да қоссаңыз болады. Және картопымыздан әдемі түске ену үшін куркума қоссаңыздар да болады. Және 2-3 қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді пісіретін формамызға фольга төсеп, көкөністерімізді бірінші салып аламыз. Көкөністерімізді осылай формамызға барлық жағына біркелкі етіп, әдемілеп жайып шығамыз. Және 30 минутқа маринадталған тауық етімізді алып көкөністеріміздің үстіне әдемілеп жайып шығамыз. Егер де осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, кері байланыстарыңызды білдіріп, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жазуға ұмытпаңыздар. Мінекей тауық етімізді осылай әдемілеп орналастырып алдық. Көкөністеріміздің үстіне салып. Енді жаңағы соңында қалған маринадтан қалған соусымызды тауық етіміздің үстінен құямыз. Енді фольгамен беттерін жауып шығамыз. Және алдын ала 190 градуста қызып тұрған пеште осы көкөністеріміз бен тауық етімізді 1 сағат аралықта пісіріп аламыз. 1 сағат өткеннен кейін тауығымызды қайтадан алып аламыз пештен. Және бетіндегі фольганы алып тастаймыз. Тауық етіміз әдемі болып тағы да қызару үшін жарты сағатқа қайтадан пешке салып аламыз. Мінекей тауық етіміз әдемі болып қызарып шықты. Бетіне әсемдігі үшін укроп сепсеңіздер болады. Барлығы да жұмсақ, толықтай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін.
және де каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.